Баршаңызға саламатсыздар ма? Осы видеода колледж Smart Nation сайтына қалай кіру керек, соны көрсетпекшіміз. Ол үшін ең алдымен мына мәзір батырмасын басамыз. Үш қатар болып тұру. Соған басып, мынау кіру батырмасын басамыз. Кіру. Көп студенттер негізі тіркеп қойғанбыз. Одан кейін келесі терезе ашылады. Сол жерде пароль логиндарыңыз, JSN нөмірлеріңіз, ал пароль стандарт 1 2 4 5 6. Бұл бірінші жағдай. Қазір оны асықпай көрсетейін. Кейбіреуде ол кірмеуі мүмкін. Ондай кезде уже логиндарыңыз, телефон номеріңіз болуы мүмкін. Мына байқап тұрсаңыздар, төбеде JSN деп тұр, көрдіңіз ба? JSN сіздің JSN арқылы кіресіз. Ал екіншісі ол мынау логин немесе телефон деп тұр. Екеуі екі бөлек. Бірінші JSN-да тұрған кезде мінерге JSN-ді жазамыз. Мысалы, қазір өзімдікін жазып көрсем. Өзімдікін таңдадым. Құпия сөз жазып, сосын мына жерде астына жүйеге кіру деген тұр. Осыны басу арқылы осыған басып жүйеге кіреміз. Екінші вариант ол жаңа логин немесе телефон деген. Көріп тұрсыздар ма? Осыған басамыз. Осыған басамыз. Мына уже бұл жерде JSN емес, телефон номер жазасыз. Тағы да қайталап айтамын, бұл JSN нөміріңіз арқылы кіре алмаған кезде осындай логин таңдайсыз. Көбінесе JSN мен кіреді. JSN мен кірген кезде қате шығып, ошибка деп атса, сол кезде ғана жаңа логин немесе телефон деген таңдайсыз. Мына мысалы қате деп тұр. Осындай кезде логин жазасыз. Бірінші JSN мен жазасыз. Жалпы осы сайтқа кіру туралы. Сайтта үй тапсырмасын орындау бөлек видео түсірген болатын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.